момындың назарынан сақтан деген. Фәиннаху янзуру линурилля. Ал Аллах Тағаланың нұры менен қарайды дейді. Мына шағымды сындырып қойды, шунап бала. Бұл әдейі жол екен. Не деген бала? Деп қойшы мүмкін да. Мысалы айттыңыз, мешітте көрінбейсіз да сіз деп тұрып, 60-та ақсақалды айтып отырсыз. Мисал. Ал ақсақал, мен іштерім шейіп қалды да. Міне үйіңізден шыға албай атасыз ба? Ұрсат бермей атабы, чоң апам жеңем деп қойсаңыз, бүтті. Әдейі жоқ қала болады сол. Назардан қалап бүтті. Ертең ибадаттың рахатынан үзіліп баштайды ошо бала. Айта алып ошол балдарыңызға. Улуға ешқашан сен ақыл айтпайлы қой. Өздері білет алар, қайтып оңылып кетішті. Хикмат менен, данышмандық менен ғана көрсөт. Сен емес Хасан, Хусейн радияллаху Анас радияллаху ақыл айта алған емес. Анын түріндегі сахабаларға. Анас радияллаху менен замандаш қарып қалған бір ақсақал болады. Даратты тура емес алады. Чықанағына жетпей қалады, бетінің бұл жағына жетпей қалады, башын маскын ұлтып қойшы мүмкін, башына мас тартып оны. Митіп сұлоу, қырғызшасы сұлоу дейді. Сұлоусын ұлтып қойшы мүмкін. Анан оң бұтын жуса, сол бұтын ұлтып қалады, шыншалық қарып қалған. Не қылауыз дейді. Айтпаса, дараты тура емес болады. Айтайын десе, көңілі орып қалады. Таятауыздың замандашы бұл дейді. Не қылауыз дегенде, өкі кеңешет. Кел өкөз талашқан кіші болып барып сұрайыз дейді. Сен мұнан тараталса болады дейсің, мен болса болбайды деймін. Жана өкі анан талашып чыр болады, жана сахабаның жанына бар. Не болатасың десе, өзіңіз айтыңызшы, сіз пайғамбардың таятауыздан чоғылғансыз ғой. Мен бұны деп нерді чалау чанчакке жетпесе, мұндан бияғын жуып қойса бола береді. Атайлап алса болды да, ұмытып қалса ештеңе болмайды. Десе бұл болса болмайды деп атады бұл. Мүсәл. Десе жана сахаба естіді да. Gülöt eken, aybay gülöt eken. Bular menin atam boğumda oladı derçe. Razı olup, karaçı deydi. Bәрі deydi. Göröngösü var balada deydi, göröngösü. Göröngösü tolgan bala bul deydi. Tarbiyası tayqı bala emas. Tarbiyası tolgan görgön bala. Özü turgan bala. Oşa üçün önü öskön жерден мамиле кыл деген сөз ошондон калган. Көрбөгөндүн көргөнү курусун деп атпайбы? Бул аратыр деп койсо эле сүйлөгөндөр көбөйдү азыр. Bul al, toktobойт ал, таң аткандан кечкече сүйлөйт десе, анысы кечке сүйлөй берет. Оозунан көбүк чачырап калган. Жакшы эмес ул. Ошондо ат койгонго. Мына ошондуктан эмне кылып атат? Жанагы өзүнө келди дагы, бир чети сахабанын дараты оңолду, экинчи эки небереси назардан калган жок. Дагы өтөрүндө дагы Хасан радияллаху анху, Муавия радияллаху анхуга мусулмандардын эки башын бириктирип туруп, калтырып туруп, мен бүгүндөн баштап тактан кеттим. Муавия радияллаху анхуга эмне кылгыла дейт? Элчигилер, мен бүттүм. Мен этсеңер жаңыласыңар. Аттан түштүрүп өткөрүп берип койду. Анткени пайгамбар Мухаммад алейхиссалам мурдар айтып койду. Эки небересин эркелетип отуруп, сезет, ыйлайт ошондо. Өмүрү кыска болорун да сезген эки небересин. Мына ушулар мусулмандардын башын кайра бириктирет деген. Бүгүнкү күндө согуш менен согушуп аткан эч ким жок. Азыр илимий согуштар, интернет согуштары болуп атат. Ошолорго туруштук берип, ар кимдин атын, аялдардын атын коюп алып эркектер шубашкан эркектер бар экен. Эркек башы менен уялбайм, аял менен айтышасың деп коет, өзү эркек. Жана Алатоо, анан Кыргыз, анан Супер Алатоо, анан Көктөө, Караташ деген аттарды коюп атпайбы, анан интернетте хейтерлик деп коет. Хейтерлик боюнча кыяматта сөзсүз түрдө жооп беребиз. Бул арам. Ар кимди билбесеңиз жамандабаңыз. Заказ бергенде жамандагандар бар экен, ошондо отурат экен атайын. Отурат бүттү. Кудай сактасын, Балтабай деген кишини шыбап бериле деп койгон. Муну мен билем бул ушундай акмак киши болгон деп туруп кетет экен мындайына. Комментарийге. Ошонун бардыгы арам. Ошондуктан Кудай Таалам бардыгыбызга акыл эс берсин. Убакыт бүтүп калды. Эки күнү жүзүбүздү жарык кылган болсун. Жана адам болуп төрөлгөн соң, адам бойдон калып, балдарыбызга жок дегенде татыктуу ата болууну насип кылсын. Кур'ан-ы Карим ошого ишарат кылат. Сен үлгүлүү биле болгонго аракет кылгыла дейт. Үлгүлүү биле качан? Аялыңыз 5 мал намаз окуса, бала чакабыз 5 мал намаз окуса, бул Кудайдын бергени. Ошон үчүн Кудай Таалам Кур'анда эмне дейт? Ку анфусакум ва ахликум нара. Өзүңөрдү, бала чакаңарды тозок отунан сактагыла дейт. Бул түздө-түз биздин милдетибизге. Куранды сүйдүрүп алсак, туугандар. 5 мал намазды сүйдүрүп алсак, Кудайдын бергени, калганынан келечек көрсөтөт Кудай буйрса.